Сәлем достар, бүгін өте жұп-жұмсақ, оңай жасалатын пирожкидің рецебімен бөлісетін боламын. Алдымен подписацияны басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Мінекей жұмыртқамыз бен айранымызды жақсылап араластырып, тұзымызды қосамыз және ыстық суымызды жай қосып араластырып аламыз. Мінекей жақсылап араластырып болған соң, електен өткен ұнымызды шетінен салып, қамыр жасайтын боламыз. Мінекей дрожжымыз, бір қасық дрожж салып жіберіп, қайтадан ұнымызды салып, жақсылап зуала жасайтын боламыз. Зуала жасағанда қатты болып қалмауы керек. Өйткені пирожкиіміз қатты болып қалады. Сол үшін жұмсақ қамыр жасау қажет. Мінекей қамырымыз дайын болды. Бетін жауып, 20 минутқа қойып қоямыз. Орап сүлгімен. 20 минутта дайын болам дегенше, ішіндегі картошкасын қайнатып алдым. Енді осылай езіп шығатын боламыз. Ішіне қуырылған пиязымызды қуырып алып салатын боламыз. Және тұзымызды, бұрышымызды қосып, дәміне қарай қоса беретін боласыздар. Мінекей жақсылап араластырып аламыз. Мінекей 20 минут өтті, қамырымыз көтеріліп, мінекей дайын болды. Ұнымызды сеуіп, жақсылап, мінекей осылай бөлшектерге бөліп алатын боламыз. Мінекей барлығын осындай бір келкі етіп бөліп аламыз. Өте оңай, сіздерде жасап көрсеңіздер болады. Мінекей ішіне картошкамызды салып, артын жақсылап жауып шығамыз, өйткені ашылып кетпеуі қажет. Ашылып кетсе, ішінде картошкасын бәрі майдың ішіне шашырап түсіп кететін болады. Сол үшін жақсылап қысып жабу қажет. Мінекей осылай жасау қажет. Мінекей қызып тұрған табамызға пирожкиімізді пісіріп алатын боламыз. Пирожкидің арғы беті пісті. Енді екінші жағын пісіріп алатын боламыз. Мінекей сап-сары әдемі пирожки пісіп шықты. Мінекей дайын болды. Ас болсын, сіздер де жасап көріңіздер.